Саламатсыздар, білім алушылар. Сіздің назарыңызға дәріс 6 ауыл шаруашылық дақылдарды арамшөптерден қорғау әдістері. Ауыл шаруашылық дақылдарды арамшөптерден алдын ала қорғау әдістері. Ауыл шаруашылық дақылдарды арамшөптерден тікелей жою әдістері. Ауыл шаруашылық дақылдарының өнімін және оның сапасын арттырудың негізгі жолдарының бірі зиянды ағзалар келтіретін зиянды ағзаларды мейлінше болдырмау немесе азайту болып табылады. Осы мақсатқа қолданылатын кешенді шаралар карантиндік шаралар, агротехникалық өсімдік қорғау тәсілдері, физикалық шаралар, механикалық шаралар, биологиялық шаралар, химиялық шаралар. Аса қауіпті аурулар, зиянкестер және арамшөптерді немесе зиянды ағзаларды нақты бір аймаққа енуіне және тасымалдануына тосқауыл қоюға бағытталған мемлекеттік шаралар жүйесі карантиндік шаралар деп аталады. Өсімдіктердің өсіп жетуіне қолайлы жағдайлар жасап, олардың зиянды организмдер әрекетіне төзімділігін арттыруға бағытталған агротехникалық шаралар өсімдіктерін қорғау агротехникалық тәсілдеріне жатады. Агротехникалық тәсілдер қатарына ауыспалы егістік жүйесі, топырақ өңдеу, тұқым және себу материалдарын әзірлеу, ауыл шаруашылық дақылдарын төзімді сорттарын таңдау, тыңайтқыштар қолдану, себу және ору мерзімдері мен тәсілдерін таңдау, тағы да басқалары жатады. Өсімдіктерді зақымдайтын зиянды организмдерді жою мақсатында жоғарғы және төменгі температураларды, ультрадыбыстық жиілігі, жоғары электр тоғын, радиациялық сәулені пайдалану физикалық тәсілдер деп аталады. Зиянкестерді жою үшін әртүрлі тұтқыр белдік, сақина және жарық көздерін пайдалану механикалық тәсілдер қатарына жатады. Зиянкестерге, ауруларға, арамшөптерге қарсы олардың табиғи жауларын және оларға жойқын әсер ететін бактерия, саңырауқұлақ өнімдерінен дайындалған препараттарды қолдануға негізделген тәсіл биологиялық деп аталады. Бұл тәсілдің болашағы зор, себебі ол жануарларға және жалпы қоршаған орталарға, тірі организмдерге немесе қауіпсіз болады. Зиянды организмдерге қарсы органикалық және органикалық емес қосылыстарды қолдануға негізделген тәсіл химиялық деп аталады. Өсімдіктерді зиянды организмдерден қорғау үшін қолданылатын химиялық заттар әсері бойынша жан-жақты болып келеді. Оларды ауыл шаруашылық дақылдарының көптеген зиянкестеріне, ауруларына және арамшөптерге қарсы қолдануға болады. Сонымен қатар олар қоймаларды, жылыжайларды, элеваторларды және басқа да орындарды зарарсыздандыруға пайдаланылады. Жалпы өсімдік қорғау шаралар жүйесінде химиялық заттар жетекші орын алады. Аталған соң тиімді жақтарын қатар өсімдік қорғауда қолданылатын химиялық заттардың кемшіліктері де бар. Бұл қатарда ең алдымен олардың адамдар мен жануарларға уыттылығын атау қажет. Химиялық заттардың бұл зиянды қасиеті бірнеше жақты болып келеді. Кейбір препараттардың хлорорганикалық қосылыстар, триазиндер, пикамин қышқылының туындылары, мочевина, биологиялық ортада тұрақтылығы жоғары, баяу ыдырайды, сондықтан табиғи жағдайда қауіп тудырады.
бір препаратты жиі қайталап қолдану зиянкестердің пестицидтерге төзімді нәсілдердің пайда болуына себеп болады. Химиялық заттар зиянды ағзаларға қатар пайдалы түрлерін де зақымдап, биоценозды бұзады. Өсімдіктерді зиянды организмдерден қорғау үшін қолданылатын химиялық заттарға қойылатын талаптар. Адамдар мен жануарларға уыттылығы жоғары және әсері тұрақты болмауы, тұрақтылығы бір қалыпты, бір вегетациялық мерзім ішінде ыдырауға қабілетті болуы, техникалық және экономикалық тиімділігі жоғары болуы, қолдануға, сақтауға және тағамдарға қолайлы болуы, пайдалы организмдерге қауіпсіз болуы. Пестицидтер олардың физикалық, химиялық және токсикологиялық қасиеттерін, зиянды ағзалар мен қоршаған ортаға әсері, сонымен қатар өсімдік қорғаудың кешенді шаралар жүйесі бойынша пестицидтерді қолдану туралы ғылым саласы өсімдіктерді химиялық жолмен қорғау деп аталады. Өсімдікті химиялық қорғау курсының негізгі мақсаттары қазіргі кездегі химиялық заттарды қолдану ережелерін меңгеру, химиялық заттардың әсер ету механизмін табиғаттың зерттеуі, пестицидтерді қолданудың ең тиімді және қауіпсіз тәсілдерін зерттеу, өсімдіктерді химиялық қорғаудан негізі ол агрономиялық токсикология деп аталады. Агрономиялық токсикология ол ауыл шаруашылығында қолданылатын улы заттар ғылымы болып саналады. Ауыл шаруашылық дақылдарды ағаштерден тікелей жою әдістері бұл әдіске енді кеңінен қолданылатын ол химиялық қорғау шаралары. Бұл химиялық қорғаудың негізгі мақсаты ол ауыл шаруашылық дақылдарын зиянды ағзалардан қорғаудың ең ұтымды тәсілдерін табу. Осы мақсатта химиялық улы заттардың зиянды ағзаларға және мәдени дақылдарға физиологиялық әсерін зерттеу болып табылады. Өсімдіктерді химиялық қорғау жүзінде қойылатын мақсаттар ол пестицидтерді қолданудың әдістері мен тәсілдерін жетілдіру, тағамдардағы, мал азығындағы, топырақтағы, судағы және ауадағы пестицидтердің мөлшерін анықтау, зиянды организмдерге әсер ету механизм әркелкі химиялық қосылыстардың әртүрлі класына жататын пестицидтерді кезектестіріп қолдану жүйесі қалыптастыру болып салады жүйесін. Топырақта тіршілік ететін зиянды ағзалармен күресу үшін тиімділігі жоғары пестицидтермен жүйелі әсер ететін химиялық препараттарды шығару қажет. Зиянды ағзаларды жинап жою үшін бұл улы заттарды көлемде емес шектелген бір аймақта қолдануға мүмкіндік береді. Ауыл шаруашылық дақылдарын зиянды ағзалардан қорғау шараларының жүйесі және организмдердің зиянкестігі салдарынан туатын шығынның экономикалық салдары өте зор болып келеді. Зиянкестерден, зиянды ағзалардан келетін шығын әсіресе шетел, Африка, Азиядағы дамып келе жатқан елдерде өте зор болып келеді. Мысалы, ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды ағзаларынан келетін жыл сайынғы жалпы шығыны потенциалды өнімнің 15-25%-ын
нақты өнімін және 15-35% шамасына жетеді. Зиянды ағзалардың әсерін шығыны біздің елде де аз емес. Әсіресе Ресей Федерациясының патшылығы кезінде Россияның Октябрь революциясынан кейінгі 30-50 жылдары ауыл шаруашылығына азиялық көкқасқа шегіртке, қызылша бысымсығы, шалғын көбелегі, күздік көбелек, осындай зиянды ағзалар тез өсіп өніп, жаппай көбейіп кеткен зиянды ағзалардың өте зор зиян келтірді. Республикалық, облыстық, аудандық өсімдік қорғау станциялары зиянды ағзалардың таралуын болжау және олармен күресу үшін хабар беру пункттері, мемлекеттік өсімдік карантин инспекциялары және де басқа өсімдік қорғау қызметінің жүйесі ұйымдастырылып, жақсарып келеді жылма-жыл. Республикалық кен байтақ жерінде тіршілік етіп, алуан түрлі өсімдіктермен қоректенетін ауыл шаруашылық дақылдарының өнімін елеулі дәрежеде кемітетін зиянды ағзалары да өте көп. Ауыл шаруашылық дақылдарын зиянды ағзалардан ойдағыдай қорғаудың негізгі шараларды бір-бірінен ажырата білу керек. Одан кейін олардың тіршілік әрекеттерін, яғни биологиялық және экологиялық ерекшеліктерін жете білу керек. Практикалық маңызына байланысты зиянды ағзалар пайдалы және зиянды болып екі топқа бөлінеді. Мысалы, зиянкестер, зиянды насекомдар. Энтомология өзінің негізгі зерттеу объектісі насекомдардың практикалық маңызын алуан түрлілігіне сәйкес өз алдына дербес бірнеше жеке ғылым пәндерге бөлініп келеді. Біздің елде өсімдік қорғау мәселесі шын мәнінде 20 ғасырдың 60 жылдарынан бастап кең көлемде асырылады. Ғалымдардың зерттеу жұмыстарының нәтижесінде ауыл шаруашылық дақылдарының негізгі зиянды ағзаларының көпшілігімен күресу жүйесі жете зерттеліп өндіріске енгізілді. Қазақстан Республикасы егемендігін алғаннан соң өсімдік қорғау жұмыстарын нақты халықаралық заңдарға сай ұйымдастыру мақсатында арнайы заң қабылдады. Осыған орай республикалық, облыстық, аудандық өсімдік қорғау станциялары зиянкестер мен өсімдік ауруларын таралуына болжау жасау және олармен күресу мақсатында хабар беру пункттері, мемлекеттік өсімдік карантин инспекциялары және де басқа өсімдік қорғау қызметінің жүйесі ұйымдастырылып тұрады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.